Сәлем оқушылар, мен Айару. Бүгін функционалдық сауаттылық есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп, мектепке 360 дана дәптер әкелінді. Бұл дәптерлерді бірнеше бірдей саналы дәптерден тұратын қораптарға салып қою керек. Барлық дәптерлер еш қалдықсыз бөліну үшін қанша түрлі қорап өлшемін жасауға болады. Шешуі 360 санның барлық бөлшектерін табуымыз қажет. 360 санын жай көбейткіштерге жіктеп аламыз. 360 саны 2-нің 3 дәрежесі, көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі, көбейтілген 5-тің 1 дәрежесіне тең. Алдыңғы видеолардағы формула бойынша 360 санының барлық бөлшектерін сан табу үшін 2 сандағы 3 дәрежеге 1-ді қосып, 3 сандағы 2 дәрежеге 1-ді қосып, 5 сандағы 1 дәрежеге 1-ді қосып, бір-біріне көбейтетін болса, яғни 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 24-ке тең болады. Сонда жауабы 360 санының 24 бөлгіші бар. Сонда 360 дәптерді еш қалдықсыз бөліп салуға болатын 24 түрлі қорап өлшемі бар. Екінші есеп, фермерде 120 алма ағашы бар. Ол бұл ағаштарды бірдей саннан тұратын қатарларға отырғызғысы келді. Ағаштар еш артық қалмай орналастырылуы үшін қатардағы ағаш саны қандай мәндерді қабылдай алады? Біз бұл есепте 120 санның барлық бөлшектерінің санын табатын боламыз. Алдымен 120 санын жай көбейткіштерге жіктеп аламыз. 120 санның жай көбейткіштері 2-нің 3 дәрежесі, көбейтілген 3-тің 1 дәрежесі, көбейтілген 5-тің 1 дәрежесіне тең. 120 санның барлық бөлшектерінің саны 2 сандағы 3-ке 1-ді қосып, 3 сандағы 1 дәрежеге 1-ді қосып, 5 сандағы 1 дәрежеге 1-ді қосып, бір-біріне көбейткенге тең. Енді 4 көбейтілген 2 тең 16-ға тең болады. Жауабы 16 түрлі орналастыру тәсілі бар. Демек, 120 алма ағашының 16 түрлі орналастыру тәсілі бар.